Баршаңызға сәлем достар. Өте тез әрі оңай дайын болатын, хрустящий болып шығатын сырные шарики дайындаймыз. Бізге жұмыртқа, ұн, қопсытқыш және үккіштен өткізілген сыр қажет болады. Алдымен таза ыдысымызға ақуызымызды саламыз және миксерлейміз. Мен блендермен шайқадым, яғни қол миксермен миксерлесеңіздер де болады. Бізде өз формасын ұстайтындай аппақ меренга шығу керек. Мінекей достар, меренгамыз дайын болды. Келесі кезекте ұнға қопсытқышты араластырып қоямыз. Таза ыдысымызға ұнды електен өткізіп аламыз. Осы ұнның үстіне жаңағы меренгамызды біртіндеп сала отырып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үккіштен өткізілген сырымызды саламыз. Яғни менде моцарелла және комо сырын қолдандым. Жақсылап араластырып аламыз. Осындай масса шығады бізде. Келесі кезекте осы массамызды қолымызбен осылай дөңгелектей отырып, кішкентай форма шығарамыз. Яғни қоспамыз қолға жабысатындай болады, яғни формасының барлығы бірдей болады. Мінекей осындай формамызға келтіріп дайындадық. Майымызды қыздырып қоямыз және де осындай панировочный сухари қолданамыз. Кез келген панировочный сухаридің түрі келе береді. Сырные шариктерімізді сухариімізге ауната отырып, оттың астын ақырын қоя отырып, екі жағын қызартып, қуырып аламыз. Мінекей достар, біздің сырные шарикіміз осымен дайын. Егер видео ұнап жатса, достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыз және де міндетті түрде жасап көріңіз. Ас болсын!